Ассалаумалейкум. Бұл жолы біз сіздерге тез құрастырылатын Наке бассейндерін көрсетеміз. Бұл бассейндер тірек құрылымдарын есептемегенде бар жоғы 3-4 сағаттың ішінде құрастырылады. Құрылыс қалдықтарынан жасалады. Сіз дұрыс естідіңіз. Құрылыс материалдарының қалдықтарынан. Міне сол үшін де бұлар әдеттегі бетон және басқа типтегі бассейндерге қарағанда 5 есе арзан, 5 есе. Көрінісі де әдемі, ерекше. Бұл қалай дейсіз ғой? Онда назарыңыз бізде болсын. Біз оны сізге бастан аяқ көрсетіп шығамыз. Арнайы айта кететініміз, арнамызға жазылыңыз. Міндетті түрде, өйткені біздің арнамызда осындай ең керемет, ең пайдалы тапқырлық үлгілері, идеялар мен лайфхактар шығып отыратын болады. Себебі біз керемет инженер өнертапқышпен жұмыс істейміз. Сол үшін біздің арнамызда арнайы парақша ашылды, өнертапқыш парақшасы. Бұдан бөлек біздің арнамызда балалар парақшасы да бар. Яғни біздің арнамыз көп жақты, көп векторлы. Өнертапқыш парақшасы сізге, ал балалар парақшасы сіздің балаларыңызға арналады. Егер олар сізде бар болса әрине. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бастаймыз. Алдымен қадаларды бетондау үшін шұңқырларды дайындап аламыз. Әр шұңқырдың арасы максимум 1,5 метр. Біздің жағдайымызда орын бетондалған жер. Ал негізі бұл бассейндерге кез келген орын, топырақ жер, брусчаткада бола береді. Содан кейін мына ақ дөңгелекшелерді қойып тұрып, әр қаданы өз орнына қойып өлшеп аламыз. Қадалардың дәл орнын белгілеп алу үшін. Қадаларды дұрыс деңгеймен ұстап тұрып, бетондаймыз. 1-2 күнге қалдырамыз, бетон жақсы қатуы үшін. Сонымен біздің орнымыз, қадаларымыз дайын. Біздің жағдайымызда бұлар 2 күн тұрды. Түптері нық, құрастыруға дайын. Бассейннің өлшемдері 5-4-ке 2-5 метр. Биіктігі 165 сантиметр. Суды 140 сантиметр биіктікке дейін толтырсақ, толыққанды жүзуге болатын бассейн болады. Бассейннің табанын пеноплекс материалдарымен төсеп шығамыз. Әр қаданың тұсында кесіп, толық төсеп шығамыз. Бассейннің табаны дайын десек болады. Бұл материал дәл осы мақсатқа өте орынды, жұмсақ әрі суға төзімді және бассейннің тез жылынуына да оң әсер ететін болады. Келесі кезекте суағар орнын дайындаймыз. Біздің жағдайымызда суағар соңғы бұрыштан түседі. Ал жалпы суағардың орнын әркім қалауынша қояды. Бассейн қабырғасын құрастыруды бастаймыз. Бассейн қабырғаларының көп бөлігі тұрғызылды. Көрінісі жаман емес.
Бұл жерде айта кететін жайт, бассейн қабырғасы биіктігін қалауымызша құрастырсақ болады. Міне мысалы мынадай биіктікте қалдырсақ та болады, балаларға арналған бассейн ретінде. Мұндай жағдайда бассейннің көрінісі шамамен осындай болады. Бұдан да төмен қылуға болады, немесе бұдан да сәл жоғары қылуға болады. Міне мынау сыртынан қарағандағысы. Ал енді бұндай мүмкіндік басқа ешқандай типтегі бассейндерде жоқ. Бұл бұның универсалды, уникалды артықшылығы. Бірақ бұл жолы біз толыққанды үлкендерге арналған бассейнді жасап көрсетеміз. Міне ішкі көрінісі, қабырғаны толық көтеріп болдық. Бұл біздің ең бірінші тәжірибеміз, сондықтан бірқатар кемшіліктер шығып жатыр. Мысалы, мынадай жерлерде дөңгелекшелеріміз бір-біріне жетпей қалған. Содан кей жерлерде ашық жерлер бар. Оларды біз пеноплекстің кесіктерімен бітедік. Ал мынау суағардың орны. Бассейннің негізгі су тұратын элементін қоюды бастадық. Ол осы бассейн размеріне сай 4 бұрышты етіп жасалған. Материалды жайып болдық. Ендігі кезекте суағарды орнатып алуымыз керек. Арнайы сақинаны арнайы желіммен қажетті жерге желімдейміз. Дәл солай келесі беттінде сақина жапсырамыз да, ортада қалған материалды кесіп тастаймыз. Суағарды бекітеміз. Суағарымыз дайын, осыменен шланг жалғап, кірлеген суды қажетті жерге жіберетін боламыз. Біздің жағдайда біз ол суды мына үйдің ар жағындағы кішігірім бақшамызға жіберетін боламыз. Сонымен бассейн дайын, су толтыруды бастадық. Қазірше бассейнге кәдімгі стремянканы қоя салдық. Болашақта бұның орнына арнайы саты орнатып алуға болады. Бассейн жаймен толып жатыр. Мына жерді уақытша бір дөңгелекшемен бастырып қойдық. Кейін оны алып тастайтын боламыз. Міне мынау бассейннің жалпы сыртқы көрінісі. Жеткілікті дәрежеде әдемі, ерекше, бұны ешкім қалдық материалдан жасалған деп айтпайды. Айта кету керек, материал түсін таңдауға болады. Су түстес, аспан түстес, ақ, сүт түстес және тағы басқа түрлері бар. Ал біз тәжірибемізге ең қолжетімді ақ және сүт түстес материалдарды қолдандық. Мынау арнайы салмақ тудырушы зат, желге және басқа да факторларды ескеріп жасалған нәрсе. Бассейннің сыртын айналып жүріп көрсетейік. Тамаша. Керемет. Су көбейіп жатыр, белге дейін жетіп қалады. Су көбейіп қалды. Бұл жолы суды қатты толтырмаймыз. Балаларға бола, олар бұны бізден бетер күтіп жүр. Бірінші шомылуды соларға сыйлайық. Міне, суға түсуге де болады. Бірақ әлі су жылымапты.
Қалай сізге мынадай бассейн? Әрине, сізде сұрақ дайын тұр. Қалдық материалдан дегендерің қалай? Иә, дәл солай. Бұл жердегі темір қадалар мен пеноплексттен басқасының бәрі құрылыс материалдарының қалдықтарынан жасалған. Және оларды біз өзіміз жасадық. Рас, бұларды жасау барысында бізде кішігірім цех пайда болды. Аз емес уақыт жұмсалды. Және теңдессіз тәжірибе жиналды. Бұл қалдық материалдарды қайдан алуға болатынын және қалай дайындауға болатынын бүге-шүгесіне дейін көрсететін боламыз. Оған арнайы бір бейне баян дайындайтын боламыз. Сол үшін арнамызға жазылыңыз, яғни подписаться пернесін басыңыз. Біздің подписчиктеріміздің саны 2000-ға жетсе және миллион рет көрілсе, біз міндетті түрде видеомызды жарыққа шығаратын боламыз. Осыған сөз береміз. Ең қызығы, бұл материалдар еліміздегі әрбір қалада бар, қол жетімді. Қалдық болғаннан кейін олар бізге өте арзан бағаға түсті. Содан кейін оларды әркім өз үйінде немесе гаражында дайындап алса болады. Тіпті оны кішігірім бизнеске айналдырып алса да болады. Айтпақшы, тағы бір өте қызықты жайт, бұл материалдар күн көзіне өте төзімді. Оны біз практика ретінде тексердік. Шамамен 10 жылға дейін жарайтын сияқты. Оны қойшы, кемінде 5 жылға жарап бергеннің өзінде ше. Мәселен, мынау осындай материал 2 жылдан аса ашық аспанда жатты. Біз оны мына ағаштарды жабуға қолданған болатынбыз. Ал қазіргі жағдайын қараңыз. Еш өзгеріссіз, ешқандай ірімеген, жұқармаған, шытынамаған. Бұл керемет қой. Тәжірибені қорытындылай келе, бассейннің кемшіліктеріне тоқталсақ. Бірінші, су толғанда темір қадалар сыртқа қарай аздап деформацияланады. Яғни майысып шегінеді. Өйткені ол темір деформацияға бейім нәрсе. Екінші, темір қадаларды бетондап дайындау біраз уақытты алады. Әрі 2 күн күтуді қажет етеді. Бұл әрине кімге болса да ыңғайсыздық туғызады. Сондай-ақ келесі бейне баяндарымызда жинаған тәжірибемізге орай бұл бассейннің оптималды нұсқасын көрсететін боламыз. Әрбір нәрсе тәжірибемен келеді дегендей, біз бұл бірінші бассейніміздегі кемшіліктерді ескеріп, керемет тоқтамға келдік. Яғни бұл бассейндерді басқаша үлгіде жасаған дұрыс болады екен. Оны біз екінші нұсқа деп атайтын боламыз. Ол бізде идеал нұсқа болмақ. Біз ол жерде аталған 2 кемшілікті де жоятын боламыз. Біздің келесі видеоларымызды өткізіп алмаңыздар. Ол үшін арнамызға жазылыңыздар, яғни подписаться пернесін басыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.